Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді пирожки дайындайтын боламыз. Іші толықтай піседі. Жасалу жолы ерекше. Сіздер де видеоны соңына дейін көріп жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен жылы су және де тұз қажет. Содан соң құмшекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Тұз бен құмшекер толық еруі қажет. Содан соң дрожжымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Опора дайын болу қажет. Оған дейін піскен картопымызды езіп, пюре жасайтын боламыз. Біздің опорамыз дайын болды. Енді пісте майымызды құйып, тағы да бір араластырып алатын боламыз. Енді ұнымызды илектен өткізіп, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Рецепті толық описание бөліміне жазып қойдым. Осылай қамырымызды илеп алдық. Енді пакетке салатын боламыз. Пакеттеріңіз жыртық болмауы қажет. Су кіріп кетуі мүмкін. Өйткені біз ерекше жолмен жасаймыз. Енді бізге салқын су қажет. Ішіне мұз салсаңыздар да болады. Біздің қамырымыз осылай 20 минутта ашып шығады. Мұздай суға 20 минутқа салып қоясыздар. Содан соң осылай тестамызды бірнеше бөліктерге бөліп, пирожки жасайтын боламыз. Осылай бөліп, енді барлығын домалақтап шығамыз. Оқтаумен немесе қолмен жайып шықсаңыздар болады. Ешқандай ұн себудің қажеті жоқ. Қолға жабыспайды. Қамырымыз өте әдемі шығады. Осылай арасына пюремізді салып, барлығын осылай түйіп шығатын боламыз. Барлығын осылай дайындап алдық. Енді майымызды қыздырып, осылай пирожкаларымыздың бетін шашықпен жауып, енді пісіретін боламыз. Қызып тұрған майда орташа отта пісіресіздер. Іші толық пісуі қажет. Бізде осылай көтеріліп, өте әдемі пирожкилер шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Қамырымыз өте тез ашиды. Бізде осындай өте әдемі, жұмсақ, дәмді пирожкилер шықты. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз.